Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Демалыстан кейін біз қайта жаңалықтар топтамамызды бастаймыз. Әрине мұнда бізде басты тақырып Жәнібек Әлімханұлыға қатысты. Қазақстайлдың келесі жекпе-жегіндегі қарсыласы әрі бәсеке өтетін күн белгілі болды. Оған сәйкес Әлімханұлы британдық боксшы Дэнни Дигнуммен 21 мамыр күні ақш-та бокстасады. Әзірге кездесудің өтер орны туралы хабарланған жоқ. Мұндай ақпаратты британдық боксшының промоутері Ли Итон хабарлады. Демек олар ресми сауданы күтпей-ақ кешті өздері ұйымдастыруды қолға алған секілді. Әйтпесе промоутерлік сауда бүгін өтуі керек болатын. Ал Жәнібек және оның менеджері Берік Сұлтан бұл жаңалықты сіздер мен біздер секілді интернеттен білген секілді. Өйткені олардың ресми парақшаларында мынадай жазба тұр. Қарсылас келісті деген ақпарат бар. Аллаға шүкір, ендігі жерде қарсыластарымыз бізбен шығуға келіскені үшін қуанатын болдық қой. Көріп отырғандарыңыздай, олар да біз секілді білген секілді. Бұл ретте не айтуға болады? Қуанамыз әрине. Андрад емес, Мунгуя емес, бірақ Дигнумға да шүкір. Әйтпесе Жәнібек уақытша чемпиондық белбеу үшін кездесу өткізбей қала ма деп те алаңдаған едік. Енді мынадай мәселе бар. Ол Топ Ранг және Боб Арумға қатысты. Жалпы біз осы бір соңғы кездердегі тарихтан байқағанымыздай, олар Жәнібекті дұрыс бағаламайды-ау. Әйтпесе мұншама сарсаңға салмас еді ғой. Әрине біз білмейтін нәрселер көп қой. Дегенмен Арум кәсіпқой бокста жаңа ойыншы емес. Барды бар, жоқты жоқ дей алады. Ол қаншама чемпиондық жекпе-жектердің қасында болды. Аңызға айналған кештер ұйымдастырды. Сонда не, Жәнібекке қарсылас тауып беру оған мәселе болып па? Жоқ, еш мәселе емес. Мұнда ол қазақ боксшысына аса көңіл бөлмегені көрініп тұр. Жағдайды еркіне қоя берген секілді. Болса болды, болмаса мен не істейін деген секілді. Осы ашуға тигізеді. Соңғы жаңалықтардан білгеніміздей, ол қазақ боксшысын өтер бұл жекпе-жекке артық тиын шығарғысы да келмегені көрініп тұр. Сондықтан ерікті британдықтар тарапына бере салған. Енді 21 мамырда өтер кеште барлық таңдауды солар жасайды. Қателеспесем, Ли Итон MTK Global промоутерлік компаниясының өкілі. Олар жүрген жерде қазақтар аса жетістікке жете бермейді. Естеріңізде ме, Батыр Жүкенбаев өзінің бас сынына осы компаниямен шыққан болатын. Жеңіліс тапты. Сосын MTK жоқ болып кетті. Тұрсынбай Құлақмет те соларда. Енді Дигнум Әлімханұлы кездесуінде төрешілерді солар қояды. Бір сөзбен айтқанда психологиялық басымдық бар. Егер жекпе-жекте Жәнібек қарсыласын нокаутпен ұта алмаса, онда жеңісті тонап алуы мүмкін. Ал осы аралықта Қазақстайл Топ Рангтан кете алады ма деген сұрақ туындайды. Қайдам. Басқа бұл тұрғыдан енді Арумның компаниясы тиянақты жұмыс жасағаны анық. Олардан Жәнібектің бөлініп шығуы екіталай. Менімше, әрине бұл жеке пікірім. Жәнібек пен Берікте Топ Рангқа өкпелері қарағазандай. Амалдың жоғынан бұл тақырыпты қозғағысы келмейтіндей. Арумнан қазір өздеріңіз білетіндей компанияның бетке ұстар боксшысы Теренс Кроуфорд та кетіп тынды. Ол қазір Арумды сотқа берді. Басты себеп промоутердің расистік пиғылдары. Ол ақ нәсілділерге қарағанда қара нәсілді боксшылардың құқықтарын шектеп келген. Ақ нәсілділерге жағдай жасап, басқаларға ондай көрсетпеген. Ал егер бұл туралы қандайда бір өкпелі боксшы сөз айтатын болса, компания мен келісімшарт аясындағы жылдарда мүлде рингке шығармай қояды. Әдетте олар боксшылармен 5-7 жылдарға келісімшарт жасайды дейді Кроуфордтың сотқа түсірген арызында. Міне мәселе осы жағында да болуы мүмкін. Әйтпесе Мэнни Пакьяо, Мохаммед Али, Хуан Мануэль Маркес, Оскар де ла Хойя, Флойд Мейвезер, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Алекс Аргуэлло, Роберто Дюран секілді ұлы чемпиондармен жұмыс жасаған олар Жәнібекке есімі жоқ чемпион Андраданы алып бере алмады дейсіз бе? Қайдам. Десе де барға қанағат. Әйтеуір қазақ боксшысында қарсылас бар. Енді ол бәріміз армандаған белбеуді елге алып келеді деп үміттенейік. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.